Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге тауық аяқтарын табада қалай дәмді етіп пісіруге болатын рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен тауық аяқтарын жуып, тазалап, маринадтайтын боламыз. Ол үшін алдымен дәміне қарай тұзын, бұрышын және кептірілген сарымсақ пен укропымды салдым. Одан кейін үстіне соя соусын, майонезімізді қосып, жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз да тоңазытқышқа 1 сағатқа жіберетін боламыз. Тауығымыз дайын болғанша көкөністерімізді тазалап алып, турап дайындап қоятын боламыз. Өз қалағандарыңызша турасаңыздар болады. Мен осы видеодағындай етіп турап шықтым. Одан кейін табамызды пешімізге қойып, үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін аяқтарды осылай салып шығамыз. Және де пешімізді орташадан сәл жоғары отта қойып қоямыз. Міне тауығымыз 3-4 минуттан кейін осылай қызара бастады. Арғы жағын айналдырып, ол жағында да қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Барлық жерін қызартып алғаннан кейін тауықтарымызды алып тастаймыз да, сол майымыздың үстіне пиязымызды салып жібереміз. Пиязымыз жақсы қуырылғаннан кейін үстіне сәбізімізді салып, жақсылап араластырып, пісіріп алатын боламыз. Менің қуыруға арналған табам кішкентай болғандықтан, оны үлкен кастрюльге ауыстырдым. Және де үстіне картопымызды, тауығымыздан қалған соустың барлығын құйдым. Картопымызды 5 минуттай бұқтырып алып, үстіне тауығымызды салып, және де үстіне 1 стакан суымызды құйып, 20 минуттай пісіретін боламыз. Міне біздің тағамымыз пісті. Тауығымыз да, картоп, сәбізіміз де барлығы сочный болып шығады. Егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, міндетті түрде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.